Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі ірімшік пен сливкиден осындай крем дайындаймыз. Алдымен ыдысқа сүзбелі ірімшікті салып, сахарная пудра қосамыз. Сахарная пудра болмаса, қант қоса берсеңіздер болады. Енді барлығы бір келкі болғанша миксерлейміз. Егер кремді сіздер торттың сыртын қаптауға қолданатын болсаңыздар, сахарная пудра қолданғандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде тортымыздың сыртын қаптағанда тегіс әдемі болып шығады. Бір келкі болды, енді сливкимізді осылай құйып аламыз. Сосын барлығын бір қалыпқа келгенше бұны да миксерлеп аламыз. Сливкиді миксерлеп жатқан кезімізде көп миксерлеп жібермейміз, өйткені сливкиді көп миксерлесек шіріп кетеді. Крем дайындау барысында сливкимізде сүзбелі ірімшікте мұздай холодильникте тұрған болу керек. Сол кезде креміміз тез дайын болады. Сливки мұздай болса, тез крем қалпына келеді. Сливки мен сүзбелі ірімшіктен крем дайындайтын болсаңыздар, мүлде сыртқа қоймаңыздар. Міне крем осылай дайын болды. Бұны торттың ішіне немесе сыртын қаптауға да қолдансаңыздар бола береді. Тағы да айта кететін жайт, сүзбелі ірімшік пен сливкиден крем дайындаған кезде ешқашан алдымен сливкиді миксерлемейміз. Өйткені сливки шіріп кетуі мүмкін. Сливкиді миксерлеп, оған сүзбелі ірімшікті қоса миксерлегенше сливкиміз шіріп кетеді. Міне кремімізді дайындап кондитерский мешокқа салып алдық. Енді бұны тортқа қолдана берсеңіздер болады. Басқа да крем түрлерін барлық қыр-сырларымен үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер.